Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Ауылайым ағамын есен ба? Шаш өсіп кетті, бүгін шашты алып көрік. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Әлем деген бұрқ деп қайнап жатыр енді. Не болады екен? Қайнап тасып кете ма, же болмаса қайнап өше ма белгісіз. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Кеше бір бейнебаян салған едім, ол енді өшіп кетті. Енді әңгіменің барлығы Иран мен кім еді аты? Американың арасында қақтығыс жайлы әңгіме болып жатыр ғой. Трамп өзінің Truth Social әлеуметтік парақшасына не салыпты? Жазба салыпты, ол жерде айтып жатыр. Иранның жаңа басшылары Америкаға хабарласып, мына атысты, мына соғысты әзірге тоқтатайық деп ұсыныс білдірді. Біз ол ұсынысты қазір қарап жатырмыз. Ормуз бұғазы ашылса, егер ол ұсынысты біз қабылдап қалуымыз мүмкін. Иранның жаңа президенті бұрынғы президентіне қарағанда ақылды екен депті. Бірақ ол қай президент айтты, қандай президент айтты, жай болмаса ешкім білмейді оны. Трамптан басқа ешкім білмейді. Трамптан басқа ешкім білмейді. Мүмкін жай ғана айтты ма. Сөйтіп әңгіме айтып, одан кейін мынау Иранның рухани көсемі болған Аятолла Хомейнидің баласы Моштаба Хомейни ма? Соның сөзі шығыпты, бірақ оны өзі жазды ма, же болмаса оның бір деректерде ауыр жараланып қалды, басынан жараланып қалды. Ол мүмкін өліп қалуы да мүмкін. Же болмаса тірі, бірақ бұлай ашық ақпаратқа шығып сөйлей алмайды деген ақпарат шығып жатыр. Бас көсем болған соң ол бір рет қағаз жүзінде телеарналарынан өзінің халқына үндеу жасады. Ол кезде де, бірақ одан кейін оны жараланды деді. Ресейде емделіп жатыр екен деген ақпарат шықты. Содан кейін ол жоқ. Бірақ соңғы сөзінде былай деп шығыпты. Мысалы ана Трамп өзінің парақшасында жаңа президент ақылды екен, бізбен келісімге келейік деп айтты деген соң, ол Хезболла деген бір ұйым бар, енді Израильге қарсы соғысып жатқан, соларға үндеу тастапты. Сендер менің ойымша, мен сендерге әңгімені ашық, ақылым сионистік режиммен келісімге келмей соңына дейін шайқасыңдар, өздерінің жеңістеріңді қолдарыңа алыңдар деген әңгімені айтыпты. Одан Трамп тағы енді кеше айттым ғой, кеше видеоны кім көрді, кім көрмеді белгісіз, бірақ ол жерде мынандай әңгіме болған еді. Американың ұшақтары сол Еуропа елдері, Франция, Еуропа елдерін басып өтіп, Иранға қару тасу енді жақын болады ғой. Сөйтіп өтіп десе, Франция біздің әуемізден өтпесін деп рұқсат бермей қойыпты Эммануэл Макрон. Одан кейін оның артынан Испания, Италия, оның алдында жеті елден көмек сұрады. Соның 6-ы еуропалық және де мынау Американың жақтастары болған еді. Олар да ол кезде көмек түспей қойды ғой. Енді бұл жолда көмек түспей қойған екен. Трамп айтыпты, біздің басымызға демеді, енді бізде Америкаға қиын күндер, енді басымызда соғыс болып жатқан кезде, соғыстан өздері бастады ғой. Арнайы операция болып жатқан кезде біздің жақтастарымыз өзімізге көмектеспеді деп, Францияның осы тірлігін біз қағаз бетіне сызып қоямыз депті. Миде болады, кейін бір сөйлесеміз деген сияқты әңгімені айтыпты. Одан өзінің Truth Social'ында тағы айтыпты, НАТО деген шын мәнінде қағаз жолбарыс депті. НАТО деген ұйым шын мәнінде қағаз жолбарыс. Қателеспесем, НАТО ұйымының 5-ші бабында, алдында Украинаға 5-ші бапты береміз, 5-ші баптың жанында тағы сондай бапқа сай келетін бір бап істеп береміз. Ол қандай бап десеңіздер, НАТОға сырттан шабуыл жасаса, НАТО бірігіп қарсы алады деген бап бар еді. Енді ол соны айтып тұр ғой, бірақ бұл жерде Америка өзі шабуыл жасады да, содан кейін олар көмек түспей жатыр. Және де осыған байланысты Стармер сөйлепті. Британияның премьер-министрі айтыпты, әңгіменің ашығы, бұл соғысты біз бастаған жоқ едік, бұл соғыс бізге керек жоқ еді. Қандай жағдай болса да, мен Британияның мүддесіне оң келетін шешімге бағынам, және де бұл соғыс, әңгіменің ашығы, Америка мен Иранның соғысы өздері шешіп алыңдар депті. НАТО
қағаз жолбарыс шын мәнінде ол өте әлсіз деген сияқты әңгіме айтқан еді. Бұған қателеспесем Польшаның сыртқы істер министрлігі жауап беріпті Трампқа. НАТО Америкасыз НАТО емес, Америка, НАТОсыз Америка, НАТОсыз Америка емес, әңгіменің ашығы. Қоян қолтық аралассақ қана біз мықты боламыз. Осы уақытқа дейін мықты болып та келгенбіз. Біздің жерімізді осы НАТОның көмегімен және де өзіміздің әскерлеріміздің көмегімен қорғадық, одан ары қарай да қорғай береміз. Асығыс шешім шығармай әңгіменің ашығы деген әңгімені айтыпты дейді. Одан кейін жалпы сондай. Одан мынау Виктор Орбанмен кім еді? Венгрияның премьер-министрі Орбанмен қазір соның жанында түсіп жатқан, сайысқа түсіп жатқан партиялардың көрсеткішін санаса, Виктор Орбанның рейтингі 37%-ге төмендеп кетті, 37% отыр екен, ал арғы жақтықы қанша деді? 69 деді ма, сондай Орбан жеңіліп қалуы мүмкін деген әңгімені айтып жатыр. Одан кейін Ресейдің қарулы күштері енді кешегі мекен берген өздерінің енді қолбасшыларына, Путинге, болмаса сол жердегі өздерінің сол генералдарына сұхбат береді. Сол жерде әңгіме айтқан екен, біз Луганскийді жаулап алдық деп. Сөйтіп Белоруссияның бір қателеспесем шетте жүрген арнасы ақпарат таратты. Луганскийді Ресей толығымен басып алдық деді. Деген еді, бірақ бұл өтірік ау дейді. Неге десе, осы соғыс басталғаннан бастап Луганскийді басып алдық деген әңгіме осымен 3-ші рет айтылып жатыр дейді. Алдында Шойгу қорғаныс министрі болып жатқан кезде Луганскийді басып алдық деген әңгімені айтқан еді. Қазір тағы сондай әңгімені айтты. Бірақ бұл сенімге селкеу түсіретін Луганскийді 3-ші рет басып алдық деген әңгіме енді көбісін күлкіге қалдырды дейді. Және де сол әңгіме айтқан соң мынау Ресейдің хатшысы дейміз ба, Песков сөйлепті, Зеленскийге сөйлепті. Қалай айтсам екен? Біз толығымен басып алған облыстардан Украина әскерін Зеленский әскеріңді тез жылдам мезетте әскеріңді артқа қарай шегіндіріп, біздің басып алған административтік жерлерімізден бас тартыңдар деп әңгімені айтыпты. Соның артынан Зеленский енді өзі пост қалдырыпты. Ешқандай жерді басып алған жоқ, бірақ олар шабуылды үдетіп жатыр, бірақ шабуылдары бұрынғыға қарағанда төмендеп қалды депті. Және деп істейді деген соғыссыз деп дейтін енді Еуропаның нелері бар, не деді? Енді қаншалықты Ресей алға жылжып жатыр, қаншалықты артқа жылжып жатыр, Украина қанша алға жылжып жатыр, артқа жылжып жатыр деген мәселені зерттейтін ұйым десек те болады, сол айтыпты. Ресей шабуылға қанша шықса да бұрынғыға қарағанда 2 есе жерді басып алу мақсаты 2 есе төмендеді дейді. Енді қалай айтсам екен? Бір күнде 3 метр жерді басып алып жатса, бұрын қазір бір күнде 1 метр жерді ғана басып алып жатыр деген сияқты әңгімені айтқан ғой. Енді бұрынғыдай қырдым жойдым ойбай барып ала қаламыз деген әңгіме болып жатыр, бірақ шын мәнінде Украинада әңгіменің ашығы ешкімді аямай айтады ғой әңгіменің ашығы. Енді не болады екен белгісіз. Одан кейін мынау Арменияның премьер-министрі барды, Ресейге барып сөйлесіп, Владимир Путинмен иық тіресіп отырып сөйлесті, сол жерде әңгіме айтты. Ол жерде енді бұның алдында кім еді? Американың өкілі барып, ядролық энергетиканы дамыту үшін қоян қолтық жұмыс істейміз деп Армениямен келісімге келіп, және де мынау Пашинян соның кандидатурасын тағы премьер-министрлікке өтуді біз қолдаймыз деп әңгіме айтып кеткен еді. Содан кейін енді қазір бар кіммен жолығып тұр ғой. Путинмен ол жерде Одокубу жайлы әңгіме болды. Одокубу жайлы былай деді.
біздің басымызға күн туған кезде одкб бір ықпалды бір көңіл көншітетіндей жағдайда бізге көмектеспеді. Біз содан кейін бұл одкбдан шығуды қарастырдық деді, қателеспесем шығып кетті. Біз оны одкбның кемшілік тұстарын қайтып орнына келтіреді деп күткен едік, бірақ сіздер орнына келтірмедіңіздер. Және де біз Қарабақтан айырылғанымыз дейді, Қарабаққа Әзербайжан екеуміз таласып жатқан кезде дейді, Ресейдің дипломаттары бізге енді сөзбен болмаса іспен, сөзбен бір көмек бере ма, болмаса іспен көмек бере ма десек, олар үндемей қалды. Біз содан кейін артқа шегіндік дейді. Және де Путин де айтты, Қарабақтағы мәселе жақсы аяқталған, құттықтаймын, бұған Трамптың да үлесі бар, енді тыныштық болсын деген сияқты әңгімені айтты. Және де екеуі әңгіме айтып жатып, халқының жағдайларын айтып жатып, содан кейін қазір енді Ресейде әлеуметтік желілер бұғатталып, интернет нашар істеп жатыр ғой. Мысалға осы 1-2 күн алдын әуежайдан бір енді орыс қой деймін, Мәскеуден келе жатық дейді. Сонымен келіп түсті, қыз екеуі екен, мініп отырды. Сіздерде WhatsApp пен Telegram істеп тұр ма дейді. Я істеп тұр десем, бізде істемей жатыр дейді. Сол сияқты енді ол пешенені енді тиісіп айтты дейді біреулер. Мен толық нұсқасын көре алмадым. Ол жерде сендерде бізде ешқандай халықты қинап әлеуметтік желіні бұғаттап жатқан жоқпыз, бізде барлығы ашық дейді. Одан кейін былай деп Путин былай деп не қылды, пешененға ұсыныс білдірді. Арменияда біздің санауымызбен дейді, біздің билік өкілдерінің санауымен 2 миллиондай Россия тұрады. Сол жердегі қалай айтсам екен, сол жердегі орыс тілді адамдар билікке келуін, же болмаса сайлауға түсуін сендер Армения мемлекеті қалай айтсам екен, қыспаса екен, олар сайлауға түсетін болса, оларды сайлауға түсіріп дауыс беретін болса, олардың да дауысын сіздер санасаңыздар деген сияқты әңгімені айтқан еді. Арменияның премьер-министрі айтты. Ол жерде әңгіме былай деді: Ресейден барған, бірақ Ресейдің азаматы болып уақытша жүргендер Арменияда ешқандай дауыс бере алмайды. Олар әңгіменің ашығы, біздің ішкі ісімізге араласпасын. Базар жоқ, барып Арменияның төл құжатын алған адамдар Ресейдің азаматы болса да, сол жаққа барып несін ауыстырып, азаматтығын ауыстырып, Армения азаматы болған болса, ол ашығы жарқын өзін дауысын бере алады деп қойды. Енді Ресейге оң бүйдегі бұратын адамдар билікке келсе екен деген сияқты әңгімені айтып қойды, әңгіменің ашығы Путин. Жалпы сөйтіп екеуі сөйлесіп тарқап кетті деп ойлаймын. Не болса да Әзербайжан мен Армения Ресейден алыстады ғой. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, байланыстамыз. Жақсы сөйледім осы жолы, отырып бір жерде байланыстамыз. Ойларыңызды жазып кетіңіздер. Пікірді сызып, жоқ, жүректі мұжып, пікірді сызып кетіңіздер деп қояды екен ғой. Жақсы.